Кайырлуу күн, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен математикалық маятниктің тербеліс периодына демонстрация жасайтын боламыз. Яғни математикалық маятниктің тербеліс периоды қандай шамаларға тәуелді екендігін үйренетін боламыз. Салмақсыз, созылмайтын, ұзын жіпке ілінген ауыр шарды біз математикалық маятник деп атаймыз. Яғни бізде мына суретте математикалық маятник көрсетілген, салмақсыз жіпке ілінген дене, яғни математикалық маятник берілген. Оның тербеліс периодының қандай шамаларға тәуелді екендігін үйренеміз. Математикалық маятниктің жібінің ұзындығын өзгертуімізге болады. Жіптің ұзындығын арттыруымызға немесе азайтуымызға болады. Жіптің ұзындығын арттыратын болсақ, және де азайтқан кезде тербеліс периоды қандай шамаларға өзгереді? Жіптің ұзындығына байланысты ма? Осы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Бастапқыда жіптің ұзындығын 0,3 метрге дейін өзгертіп, тербеліс периодын анықтап алайық. Яғни тербеліс периоды 1,1 секундқа тең екен. Ал енді жіптің ұзындығын арттырайық. 1 метрге дейін өзгертетін болсақ, және тербеліс периодын анықтайтын болсақ, 2 секунд шықты. Яғни жіптің ұзындығы артқан кезде тербеліс периоды артатынын көруімізге болады. Математикалық маятниктің тербеліс периоды жіптің ұзындығына тәуелді. Жіптің ұзындығы артқан кезде тербеліс периоды артатынын көз жеткіздік. Ал енді жерде емес басқа бір планетада анықтайтын болсақ, математикалық маятниктің тербеліс периодын басқа бір планетада еркін түсудеуі жермен салыстырғанда аз болуы мүмкін, немесе көп болуы мүмкін. Мысалы, айда алатын болсақ, айда еркін түсудеуі 1,62-ге тең. Онда тербеліс периоды 4,9, яғни жуықтап алғанда 5. Еркін түсудеуі қаншалықты аз болатын болса, тербеліс периоды соншалықты көп болатынын көруге болады. Ал енді мысалы басқа бір планета, мысалы Юпитер планетасында тербеліс периодын анықтайық. 1,2. Математикалық маятниктің тербеліс периодының формуласын еске түсіретін болсақ, Т тең 2π тубырасында L бөлінген G. Яғни тербеліс периоды ол жіптің ұзындығына және еркін түсудеуіне тәуелді. Егер мысалы мен массаны арттыратын болсам, 1,5 килограммға дейін, онда тербеліс период өзгермей қалу керек. Яғни жіпке ілінген дененің массасы тербеліс периодына тәуелді емес. Ұзындықтары бірдей болатын екі математикалық маятникті бірдей бұрышқа ауытқып, олардың тербелісін қарастырайық. Екі денеде 30 градус бұрышпен бастапқы тыныштық күйінен шығаратын болсақ, онда олардың тербеліс периоды бірдей болу керек. Тербеліс периоды бірдей. Мысалы, бірінші дененің тербеліс периодын қарайтын болсақ, 1,2. Ал енді екінші дененің тербеліс периоды, ол да 1,2-ге тең. Ал бірақ қарайтын болсақ, бірінші дененің массасы 1,5 килограмм, ал екінші дененің массасы 0,5 килограмм. Яғни дененің массасына тәуелді емес. Ал енді жіптің ұзындығын қысқартайық. Екінші дененің де ұзындығы 0,5-ге дейін өзгертіп, тепе-теңдік күйінен шығарайық. Яғни тербеліс периоды бірдей болып тұр. Ал енді екінші математикалық маятниктің жіптің ұзындығын арттырайық. Мысалға 1 метр болатын болсын. Онда олардың тербеліс периодтары әртүрлі болу керек. Екінші дененің тербеліс периоды 1,2 болатын болса, ал бірінші дененің тербеліс периоды 0,9. Яғни тербеліс периоды жіптің ұзындығына тәуелді. Жіптің ұзындығы қаншалықты үлкен болатын болса, тербеліс периоды үлкен болады. Мысалы, жердегімен салыстырайық. Жердегі еркін түсудеуі 9,8-ге тең, онда тербеліс периодын салыстырайық. Бірінші дененің тербеліс периоды 1,5. Ал енді екінші дененің тербеліс периоды. Юпитер планетасындағы тербеліс периодын тауып алған едік, ал енді жердегімен салыстыратын болсақ, жердегі басқа. Яғни еркін түсудеуіне де байланысты екен. Егер еркін түсудеуі үлкен болатын болса, тербеліс периоды кіші болады. Ал еркін түсудеуі кіші болатын болса, тербеліс периоды үлкен болады.